пайдаланып дорамаға отырғызып қояды да сізді. Қазір дорама корейстің бір киносында отырсыз. Ананы айтасыз, анау наркотикқа отырып алыпты ғой, түсінбеймін сол адамдарды. Сен де наркотикте отырсың ғой. Қай кинодан үзіле алмай жатсың? Сен де отырып алғансың. Қай жұлдыздан үзіле алмайсың? Сен де отырып алғансың. Сен де біреудің табынушысың. Табынушы деген сөздің өзін білесіз ғой, қандай нәрсе екенін. Футболдарды көріп жанкүйіп отқан адамдар бар. Еркектер есі шығады футбол көріп та. Қаншамасы футболды көріп жанкүйерлердің қаншамасының жүрегі тоқтап өліп қалған сол жолда. Ал енді солардың барлығымыз пайғамбарымыз саллаллаху қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху келе жатыр міне. Ана жерде бір топ сахабалар тұр. Дүниені, ақырет пен дүниенің парқын үйреніп жатқан кезең. Сөйтсе ана жерде біреу күллісін жауырынға жығып жатыр. Сахабалар жаңағы қуанып, ана сіз ютубта бірдеңкені ашып қойып, ананы қалай ұрған, ананы қалай құлатқан, бос нәрсе емесіге айтайын. Алланың дініне де пайдасы жоқ. Құр дүниенің мақсаты үшін жүріп жүрген бос нәрселер. Тіпті сол жаңағы күресінде күресіп алып, сосын сәждесін жасап, бос нәрсе. Просто қызықты сән. Сізді бір қиялға кіргізетін да. Дәл сол оқиғада сахабалар анау жығып жатыр, күллісі бүйтіп таңғалып жатыр. Бір кезде пайғамбарымыз саллаллаху келе жатыр. Ол уже темаға кіріп кеткен. Енді пайғамбарымызды кіргізбекші темаға. Көрсе мұсылман қандай? Алланың елшісі, қараңызшы, анау кіммен күресе құр жыға береді. Пайғамбарымыз саллаллаху ол жерден абыройды жоғалтпай өтіп кетіп бара жатыр. Менің үмбетімде ең күшті адам ашу кезінде өзін ұстай алатын адам. Бұл маған тема емес дейді. Сонымен есі дұрыс сахабалар артынан кетеді. Анау лақтырып жатқан жалғыз қалып қойды. Қызықсыз болып қалды. Подписчикті осылай өшіреді өмірде. Сондықтан ол белгілі бір жұлдыздардың ары қарай жалғастырып дамып жатқанына сіз кінәлісіз, подписчик болып жүрген. Ол қиямет күні сізге ол қашып кетпесе, сіз керек жоқсыз оған. Нәпсілерді көтеріп жатқан заман бұл. Комментарияда жүресің. Не керек сенің ол жерде комментария? Бос нәрсе бәрі, бос нәрсе, нәпсі. Босқа ана жерде отырып бірдеңке жазудың өзі. Жаңа айтып отыр қой. Осы Рамазан айында біз үйрену керекпіз. Артық араласу әлеуметтік желінің өзінде. Ешбір пайдасыз жерде сіздің ізіңіз қалмау керек.